Әйелін қорлықта ұстаған полицей күн ұясынан атып келеді. Адамзат үшін тағы бір таң атты. Түнемен қорқынышты түс көріп, Алуа қатты шошынып шыққан. Соңғы кездері ұйқысы да шала, үнемі үсті басын тер басып, жайсыз ұйықтайтын болып жүр. Түсіне қайтыс болған анасы соңғы кездері жиі кіретін. 7 шелпек пісіріп, Құран бағыштау керек деген Алуа орнынан ширақ көтеріле берген. Көзі қабырғада ілулі тұрған күн тізбеге түсіп кетті. Япырау, бүгін қазанның 14 екен ғой. Уақытқа тоқтау бар ма? Күндер, айлар зулап өтіп жатыр. Тура осы күні ол күйеуі Асқармен танысып еді-ау. Содан бері де аттай 20 жылдың өтіп кеткені ме? Ілулі тұрған айнадан өз келбетін көрген Алуа, бетіндегі тарам-тарам әжімдерден сол қатаң жылдардың ізін көргендей. Еріксіз есіне сол күн орала берген. Ол кезде Алуа 19 жаста болатын. Өмірге құштар еді. Оған күл әлем күліп, бақыт тілеп тұрғандай көрінетін. Құрбысы Жібек екеуі демалыс паркінде әр нәрсені бір айтып, күлкі құшағында әңгімелесіп отырды. Бір кезде екі қыздың күлкісін, хор қыздары бұл жерге қайдан кеп қалған? Ертегіде ғана болады деуші еді. Әлде мен сол ертегілер әлеміне түсіп кеткен жоқпын ба? Деген дауыс бөлді. Сұлу мұртты жігітпен арықтау келген бойшаң жігіт оларға жымия жақындай берген. Қыздар бейтаныс жігіттерге таң қалып, әңгімелерін саптия қойды. Мұртты сұлу жігіт тіпті өзін батыл ұстайды. Бұрыннан таныс адамдай еркін қимылдап, қолын ұсынды. Мен Асқармын, ал мына жігіт Мейрам деп танысып та үлгерді. Солай олардың әңгімелері жарасып кетті. Мұртты жігіт өздерінің милициялар даярлайтын арнайы мектепте оқитындарын, бүгін дос екеуі сабақтарынан келе жатып, бұларды көріп қалғандарын, танысқылары келетінін де айтты. Алуа мен Жібек болса, ауыздары ашыла, оны тыңдап отырған. Алуа негізінде ұялшақ, момын қыз, ал Жібек болса керісінше батыл, ашық жарқын. Жігіттер, онда танысып қоялық. Біз мына жердегі Жемпейде оқимыз. Мен батыстан, ал Алуа құрбым шығыстан келді деген бәрін жайып салып. Ал өздерің қайдан боласыңдар? Деп сұраған. Асқар Алматы облысынан, ал Мейрам солтүстік Қазақстаннан екен. Осылай олардың таныстығы басталып кеткен болатын. Асқар сөзге шебер, ал Мейрамның қазақшасы шамалы, негізінде орысша сөйлейді. Осылай басталған таныстық өзінің өмірін 180 градусқа өзгертетін Алуа білді мекен сол кезде. Көп ұзамай жігіттер оларды іздеп, қылқиып жатақханаға келіп тұратын болды. Сөйтіп таныстықтары махаббатқа ұласып кете берген. Күндіз түске дейін сабақта болатын қыздар жатақханаға шаршап келіп, ас әзірлеуге кірісіп кететін. Қарашайдың өзі бал татитын оларға. Көбіне Алуаға посылка жиі келіп тұрады. Ет, май, жент, құрт үзілмейді. Әкесі білдей бір совхоздың директоры. Ақшадан да тарлық көрмепті ол кезде. Ел кимеген импорт киім-кешекті әкесі кез келген жерден алып салып отырушы еді. Байланысы мықты, әкесі қызынан ештеңесін аямайтын. Жатақханадағы қыздар оның киіміне қызыға да қызғана қараушы еді. Ал Жібек өте қарапайым отбасынан, киімі де жұпыны, бірақ үстіне не кисе де жараса кетеді, сымбатты. Күндер жылжып өтіп жатты. Бір күні Асқар Алуаны ештеңе айтпастан екінші курстың аяғына қарай алып қашқан. Біздің жаққа қонаққа барасыңдар, табиғатын көріп қайтасыңдар дегенде қыздар еш арамдықты ойламаған. Асқардың отбасы өте қарапайым тұрады екен. Әкесінен қалған ескі үйдің тозығы жеткен. Көптен жөнінде көрмегені көрініп тұр. Отбасында 6 бала бар. Үлкендері Асқар, одан кейінгісі 3 қыз бен 2 ұл бала. Асқардың шешесі отбасы ошақ қасынан шықпаған, сөзі бір таусылмайтын әйел екен. Күйеуі осыдан 10 жыл бұрын қайтыс болған. Кезінде милицияда қызмет еткен, қан қысымнан кетіпті.
Қарапайым отбасының дастарханы да жұпыны, нан мен қант, етті сирек көреді. Ішкені алдында, ішпегені артында болып өскен Алуаға бұның бәрі қызық көрінген обаста. Оған біреу айтса сенбес еді, енді өз көзіне өзі сенбей отыр. Бұл жақта жұрт бақша, егін, көкөніс, жеміспен күнелтеді негізінен. Малды көп ұстамайды, тек жалғыз сиыр отбасының асыраушысы. Асқардың бұрынғы мінезі өзгеріп кеткендей, қаталданып алған, тура оны басқа адаммен алмастырып қойғандай. Сырын білмес аттың сыртынан жүрме демей ме? Енді сен анама үй шаруасына көмектесіп, сырттай оқисың дегенде Алуаның көзі боталап кетті. Әсем Алматыны достарын қимай жастықты құшақтап қатты өксіп жатты. Байлық пен баршылықта өскен қыздың тіпті мынандай өмірге бейімделу де оңай болмады. Асқарлар кешірімге бара алмады. Көп ұзамай оның әке-шешесі келіп кетті. Қызының жағдайын көріп іштей мүжілді. Өздерімен бірге жеңіл машиналарына салып, қазы-қарта, 2 қойдың еті, құрт пен май ірімшіктерін ала келіпті. Бұны көріп Алуа қатты қуанған. Ет жемегеніне де 3 ай болыпты-ау. Құдағиларына алтын сырға білезіктері тағы бар. Әкесі кетерінде қызына: «Қызым, өзің таңдадың. Кіммен қарайсаң сонымен ағар» деген еді. Анасы қызын құшақтап жіберген. Керек жарағыңды аларсың деп біраз ақша берген. Қызының аяғы ауыр екенін сезген анасы денсаулығыңды күт деп ақылын айтқан. Алуа таң атқаннан күн батқанша үй тірлігімен қолы бір босамаған. Қайын сіңлілері болса еш көмек қолын созбай отыра беретін. Ол кезде Асқар Алматыда жұмыс жасап жатты. 2 аптада бір келіп, әйелі бар екені есіне түскендей болатын. Жасаған тамағын менсінбей аяқ астынан ілік іздеуші еді. Отбасында бұндайды көрмеген Алуа оның сөздеріне аса мән беріп қарамайтында, тек үнсіз жүре беруші еді. Ішіндегі сәбиі де бұлқынып қояды. Көңіліне медеу осы сәбиі. Бірде ауылдық амбулаторияға тексерілуге барғанда акушер әйел: «Сіздің қаныңыз аз, анемия. Тезірек ауруханаға жатып емделіп шықсаңызшы. Іштегі балаға да оттегі жетіспейді. Бұндайда» деп аудандық емханаға жолдама жазып берген еді. Кейінгі кезде аяғы тартылып, бас айналатын болды. Бұны естіген күйеуі: «Дәрігерлерде оттай береді екен. Қай қазақтың әйелі ауруханаға жатып 2 қабат болғанда» десе енесі баршын. «Өзіміз осы 6 баланы дәрігерге бармай-ақ тудық қой, өлген жоқпыз. Қазіргі жастар қит етсе ауруханаға барып жатып алады. Жалқау. Өзім мына Асқарды бақша суарып жүргенде тауып қалғам» деп ерлік жасағандай желпінетін. Кейінгі кезде Алуаның оң жақ қабырға тұсы батып ауыратын бопты. Тамақ ішсе құсқысы келіп, денесі мен көзі сарғая бастаған. Осылай жүргеніне де 1 айдан асты. Бірде Алуаның Алматыда тұратын бөлесі Сәния келген. Ол сап-сары болған туысын көріп шошып кеткен. «Алуа, саған не болған? Тез жинал. Алматыға, ауруханаға кеттік» деп Алуаның киім-кешегін жинастыра бастаған. Сол кезде Асқар да үйге келіп кірген бет еді. Басында не болғанын түсінбей артынан Сәния: «Алматыға баратын тез машина тап» дегенде Асқар: «Алуа ешқайда бармайды. Сенің біздің шаруамызда нең бар?» деп сыздаған. Мінезі тік, батыл бір беткей Сәния қатты ыза болып: «Сендер мына қызды өлтірейін деп едіңдер. Обалай, сенің бүйтіп күйеу болғаның құрысын. Өзің еще органда істейсің. Санасыз» деп шаңын қағып алған. Сөйтіп, сол жерде Асқар машина тауып, көрші жігітті қалаға жалдап, Алуа мен Сәния қалаға жол тартқан.